Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді ағайын, тәжвид сабақтарын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз лавзатуллахтың оқылып, жіңішке және жуан оқылуы. Яғни Аллах сөзіне лавзатуллах деп айтылады. Енді біз осы бүгін Аллах сөзінің ортасындағы ләмнің жуан және жіңішке оқылу ережесін қарастырамыз. Енді бұл ләм қай уақытта жуан оқылады, қай уақытта жіңішке оқылады. Егер Аллах сөзінің алдындағы әріп фатха немесе дамма болып келетін болса, онда Аллах сөзінің ортасындағы ләм жуан оқылады. Мысалға, Аллаху, Валлаху, Мааллахи, Зикруллахи. Көрдіңіздер ғой? Дамма және фатха еп тұрғаннан кейін жуан оқылып отыр. Насруллахи. Ал енді Аллах сөзінің алдындағы әріп кәсіра болып келетін болса, онда ләм жіңішке оқылады. Лиллахи, биллахи, бисмиллахи, юти'иллахи, сабилиллахи. Мінеке, лавзатуллаға қатысты ереже осы. Бұл енді өте оңай. Бұны үйде жақсылап қайталап алыңыздар. Бірнеше рет мысалдарын оқып. Енді келесі бүгінгі тақырыбымыз бұл уасл хамзасы. Уасл хамзасы бұл әл-артиклмен байланысты. Әл-артиклдің алдындағы әлиф сөздің ортасында келген кезде мынандай уасл хамзасына айналады дағы, үстіне мынандай белгі қойылып оқылмайды. Яғни біз алдында шәмсия және қамария әріптерінде сөздің басына келтірген кезде бұл әлиф ләмді. Ләмді қамария әріптерінің алдына келген кезде сукунмен және де әлифті әғылып оқыған болатынбыз. Шәмсия әріпінде де әлифті әғып оқыдық және де ләмді оқымаған едік. Ал енді бұл әлиф ләм қандай да бір сөздің басында келіп және де сөйлемнің ортасында келсе, түсіндіре алдым ғой, сөздің басында келеді, мінекей бір сөздің басында келеді, бірақ келесі бір сөзбен жалғасқан кезде мына сөйлем болып кетеді ғой. Сол сөйлемнің ортасында қалып қойған кезде бұл әлиф мынандай белгі қойылып үстіне уасл хамзасына айналады дағы, бұл уасл хамзасы оқылмайды. Яғни мына келесі әріптің харакатымен қосылған кезде оқылмай, бірден ләмге түсеміз немесе бірден әріпке түсіп оқып кетеміз. Яғни шәмсия әріпі тұрса бірден ләмді оқымай бірден әріптің өзіне түсеміз. Егер қамари әріпі тұрса ләмді оқып қамари әріпіне қарай оқып кетеміз. Енді мысалдарына тоқталып кетейік. Мысалға әл-азаби сөзі. Бұл жерде әлиф оқылып тұр. Көрдіңіздер ғой? Әлі уасл хамзасына айналған жоқ. Әл-азаби. Енді оның алдына мин сөзін қосқан кезде, мина сөзін қосқан кезде, бұл мина сөзінің нун әрпінің харакатымен, яғни фатхасымен қосылған кезде мынау әлиф оқылмай кетеді. Яғни сөйлемнің ортасында қалып тұр. Көрдіңіз ғой? Минәл-азаби болады сол кезде. Минәл-азаби. Енді ең оңай жолы, бұл уасл хамзасын танудың ең оңай жолы, Құран-ы Кәрімде уасл хамзасының үстіне мынандай белгі қойылады. Осындай белгі қойылған кезде сіздер автоматты түрде оның оқылмайтынын білетін боласыздар. Яғни практикалық тұрғыдан бұны меңгеріп кету өте оңай. Келесі мысал ар-рахиму. Енді сөздің ортасына келген кезде бұл әлиф алдыңғы сөздің немесе әріптің харакатымен жалғасқан кезде оқылмай кетеді. Хуар-рахиму. Идж'ална вадж'ална исриф. Енді Раббана сөзін осы исриф сөзінің алдына қойған кезде Раббана сриф. Садқа бірден түсеміз. Уасл хамзасын оқымай кетеміз. Өйткені үстіне мынандай белгі қойылған және бұл уасл хамзасына айналғандықтан оқылмайды. Раббана сриф. Әл-масиру ва илайкал масиру. Көрдіңіздер, ва илайка сөзін қосқан кезде әл-масирдің алдына екеуін бірге қосқан кезде мына уасл хамзасына айналып әлиф оқылмай кетеді. Ва илайкал ләмға бірден түсістір. Ва илайкал масиру. Исма раббика сөзі. Енді оған сәббих сөзін қосқан кезде сәббих исма раббика
син әрпіне бірден түсесіздер. Уасыл хамзасы алиф оқылмайды. Саббихисма раббика болады. Екінші тақырыбымыз осы. Бұны да бірнеше рет қайталап, мысалдарын қарап, жақсылап практикалық тұрғыдан өздеріңіздің тәжірибелеріңізден өткізіп алыңыздар. Енді үшінші тақырыбымыз бұл тәмәрбута тақырыбы. Тәмәрбута тақырыбы мына тә әрпі, алфавиттегі тә әрпінің сөздің соңында жазылуына байланысты және де оқылуына байланысты келетін ереже. Мысалға, тә әрпі сөздің соңында мынандай бейнеде келеді. Мынандай бейнеде келеді, немесе мінекей мынандай бейнеде келеді. Яғни алдындағы әріппен қосылып қосылмауына байланысты екі түрлі келеді. Неге қосылса мынандай бейнеде келеді, бұны нүктесінен танып аласыздар. Қосылмаған жағдайда мінекей мынандай бейнеде келеді. Бұны да қос нүктесінен және де өзі формасы бір ерекше, содан танып аласыздар. Енді бұның оқылуына байланысты және де мынандай хә болып та келеді. Хәге айналып кететін тұсы бар, соны қазір түсіндіре кетейін. Енді оқылуына келетін болсақ, мысалы рақабатин болып оқылып тұр ғой, тә әрпі тин болып тәнуинмен келіп тұр. Рақабатин. Егер осы тә әрпі қандай да бір сөздің соңында келіп, және келген кезде осындай бейнеде келеді, және де өзінен кейінгі тағы бір сөзбен жалғасқан жағдайда тә болып оқыла береді. Рақабатин деп келесі сөзбен жалғап кете бересіздер. Немесе мутаххаратан деп келесі сөзбен жалғап кете бересіздер. Егер тоқтамаған жағдайда еш өзгермейді. Ал егер тә әрпі сөздің соңында келіп, сіздер сол сөзбен келесі сөзді жалғамай, осы сөзді тоқтайтын болсаңыздар, онда мінекей хәға айналып кетеді. Бұл тә әрпі. Мысалы, рақаба деп тоқтайсыздар. Рақаба, егер басқа сөзбен жалғамайтын болсаңыздар. Егер жалғаған кезде, онда тәнің өзі оқыла береді. Жалғамасаңыздар, келесі бір сөзбен, онда хә болып, хәға айналып, сукунды хә болып тоқталады. Рақаба. Мысалы, мутаххараттан. Енді сіздер тоқтаған кезде, мутаххара деп тоқтайсыздар. Ол мысалы сіздер Құран оқып отқан кезде демдеріңіз жетпей қалуы мүмкін, немесе арнайы тоқталатын бір белгі тұруы мүмкін Құранда. Сол кезде қарайсыздар, демдеріңіз жетіп атса, жалғастырып кетсеңіздер, тағы оқып кете бересіздер. Ал егер демдеріңіз жетпей, немесе белгілі бір тоқтайтын белгісі тұрса, онда хәғып тоқтайсыздар. Мутаххаратан, мутаххара деп. Хумазатин, хумаза деп тоқтайсыздар. Муқсадатун. Сөзбен жалғасаңыздар, муқсадатун болып оқылып кете береді. Егер муқсада сөзінде тоқтағыларыңыз келсе, муқсада деп тоқтайсыздар. Және де хә деп тоқтаған кезде мына ауа біліну керек. Хә бар екен ол жерде. Муқсада, хумаза, әл-қариату. Тоқтайтын болсаңыздар, әл-қариа, би-хиджаратин. Егер осы би-хиджара сөзінде тоқтайтын болсаңыздар, би-хиджара деп тоқтайсыздар. Би-хиджара. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын, қадірменді ағайын. Жақсылап үй жұмысы ретінде сіздерге осы үш тақырыпты тапсырамын. Өйткені біз тәжвид ережелеріне, тәжвид қағидаларына жақындап келе жатырмыз. Осы ережелерді жақсы меңгеруге тиістісіздер. Үй жұмысында жақсылап қарап келіңіздер осы үш тақырыпты. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.